Сіз стрессті жеңе аласыз ба? Мұның жауабын осы суретке мұқият қарап, көзіңізге бірінші не түседі, соны анықтау арқылы біле аласыз. Дайын болсаңыз, біз де дайынбыз. Түлкінің басы. Егер сіз түлкінің бейнесін, яғни басын бірінші көрген болсаңыз, демек, сіз кез келген стресске төзімді жансыз. Сіздің ақылыңыз барлық жағдайды жылдам әрі сапалы түрде саралауға мүмкіндік береді. Осының арқасында күрделі сәттерде сіз қорқынышқа бой алдырмай, кез келген проблеманың шешімін таба аласыз. Эмоцияға берілу, ыңырсу, мияулау деген сияқты нәрселер сізге мүлде тән емес. Қаз, ойбай, қаз десе қазсыз десе ме? Шутка. Сіз өте эмоционалды жансыз, тым қызба, кейде болмашыны әсірелеп жіберетін, жағдайдың анық-қанығын көруге мүмкіндік бермейтін жансыз. Жағдайларды тым қиындатып, ауырлатып жіберуге жаныңыз қатты алмайыр. Алайда, басқаларға көп көмек көрсетесіз. Оларды қиындықтардан алып шығатыныңыз бар. Осыны өзіңізге де жасауды ұмытпаңызшы. Сіз үшін барлық нәрсе өз орнында, өз ретімен болса ғой дейсіз. Ұмытпаңыз, өмірдің өзі хаос қой. Әлемде қанша адам бар, сонша ой, сонша көзқарас, сонша таңдау бар. Сол себепті де бәрі тап дәл сіз қалағандай бола бермейтінін естен шығармаңыз. Сізге ара-тұра тыныштықта болып, энергияңызды толықтырып отыру қажет. Әйтпесе, мә дей беріп, жағдайларыңыздың барлығын қиындатып аласыз. Құрметті достар, ал сіздер мына суреттен бірінші нені көрдіңіздер?